Ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, тұла бойы тұнған өнеге. Ақ тілеулі ана тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтып кеткендей, дүниедегі мамандық атаулының төресі ол ұстаздық. Бүгінгі кейіпкеріміз де ұстаз болмақ. Гүлшара Тастыбайқызы әр уақытта өзіне де, өзгеге де қатаң талап қойып, оқушыларға үлгі болып келеді. Гүлшара Тастыбайқызы еңбек жолын Қызылорда қалалық нөмірі 3-ші өнер мектебінен бастап, қазіргі таңда Ұзақбай Қараманов атындағы нөмірі 262-ші мектеп гимназиясында музыка пәнінің мұғалімі болып қызмет атқаруда. Музыка пәнінің негізгі мәні, мақсаты сапалық жағынан жеке адамның жан дүниесінің үйлесіп қалыптасуын және рухани байлығын дамыту болып табылады. Бүгінгі кейіпкеріміздің де алдына қойған мақсат міндеті де осы болмақ. Мұғалімнің музыкалық аспапта орындауы, дауысымен еркін ән салуы сабақтың қызықты әрі әсерлі мазмұнды өтуіне себебін тигізеді. Сондай қызықты сабақтардың нәтижесінде Бозторғай, Дарабоз, Таңшолпан, Ботоқан тәрізді облыстық республикалық байқауларда шәкірттері жүлделі орындарға ие болып келеді. Сонымен қоса, жыл сайын өтетін Наурыз шапағаты фестивалінде Сәулемай әжелер ансамбліне жетекшілік етіп, қоғамдық іс-шараларда өз өнерлерімен елді тамсандыруда. Гүлшара Тастыбайқызы 1998 жылдан бері Қазанғап атындағы ұлт аспаптар оркестрінің мүшесі болып келеді. Жас ұрпақты музыка өнеріне баулып, оларды жан-жақты, мәдениетті, білімді, ақылды да сымбатты тұлға етіп тәрбиелеуде ұстаздың атқарар жүгі мол.